Бүгін мен өзімнің өткен оқиғамды айтайын. Бірде Юлия екеуміз көшеде серуендеп келе жатқанбыз. Сол кезде бір түрлі жағымсыз дыбыстар естілді. Тура бір қаңғымас мысықтың қыдай. Ол дауысқа қарағанда шынымен де мысық тұрды. Юлия оны барып көрмекші болды. Ол мысық арыстан көргенде өте қорқынышты болып тұрды. Юлия оған жақындады. Соның шынымен де түрі қорқынышты, бір ауруға ұқсайды. Оның түрі өте қорқынышты еді, терісі жоқ, бір көзі жоқ. Бірақ ол мені жақындап тырнап алған еді. Ол жағын дәрігерге көрсеттік. Ол емдеді. Бірақ оның жазылатынын, қандай ауру екенін білмеді. Ертеңіне көрсеміз. Сәлем, менің қолым қатты қышып жатыр. Бұл не екенін білмеймін, достар. Бұл не? Бұл не? Бұл не? Ол қатты қышып кетті. Тіпті қоймай жатыр. Бәріне сәлем, бұл мен тағы. Бұл қол не ауру? Біз дәрігерге талай бардық. Ол бірақ айтпай жатыр. Бұл қандай ауру? Айтыңдаршы, білсеңдер. Барлығыңа сәлем. Бүгін менің жағдайым өте нашар. Білмеймін, бір түрлі ауырып отырмын. Бұл не себепті? Менің қолым әлі жазылар емес, керісінше үлкейіп кетті. Және қатты қыши берді. Бұл не өзі? Әлі кетер емес, ертеңіне жүргенбіз. Егер де біліп жатсаңдар, айтыңдар. Сәлем, бүгін менің қасымда Юлия бар. Юлия, кеше оқиғаны айтып берші. Кеше біз келе жатқанбыз, сонда мысықтар болды. Сол менің қолымды тырнап алды. Иә, рас. Жоқ, ол арқаңа жоқ кетіпті. Арқаңда өте қорқынышты жара тұр. Сәлем. Бүгін Макс ауырып қалды. Оның орнына видеоны мен түсіремін. Ол қатты ауырып жатыр. Тіпті оның жүретін жағдайы жоқ. Тіпті отыра алмайды. Оның беті өте қорқынышты. Үстінің бәріне әртүрлі жаралар қаптап кеткен. Оның ауруы жарлы емес. Ол тіпті арықтап та кетті. Түрі де өте қорқынышты бола бастады. Оның түрінен адам қорқиды. Оның ауыздары да жыртыла бастады. Ол тіпті құс жей бастады. Жай емес, шикідей. Мен не істеймін? Бұл ешқандай да фейк емес, ешқандай монтаж емес. Бұл шынайы оқиға. Не істеймін? Осыны 1 миллионға жеткізіңдер. Бұның бір екенін білеміз. Не екенін. Ал қазір Макс. Не болды?